740 есеп жақшаларды ашып қосылғыштарды біріктіруге қажет. Бірінші өрнек -11 көбейтілген 2х минус 3y плюс 12 көбейтілген 3х плюс 2y. Жақшаны ашамыз. -11-ге көбейтеміз әрбіреуін. Минус 22х минус пен минус плюс болады 33y. Мұнда 12-ге көбейтеміз, плюс болғандықтан барлық өз таңбасымен 36х плюс 24y болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. 36х-тен 22х-ті азайтамыз. Болады 14х. Енді 33y плюс 24y болады 57y. Екінші өрнек. 9 көбейтілген минус 8а қосылған 7v минус 13 көбейтілген минус 3а плюс 4v. 9-ға көбейтіп шығам минус 72а плюс 63v болады. Мына жақта минус 13-ке көбейтем, минус пен минус плюс 39а болады. Минус пен плюс минус 52v болады. Енді біріктіреміз. Минус 72а плюс 39а таңбалар әртүрлі, үлкеннің таңбасы минус 72-ден 39-да азайтамын. Болады 33а. Енді v-лар 63v азайтылған 52v. Үлкен таңбасы плюс 63-тен 52-ні азайтамын, 11v шығады. Үшінші өрнек. Минус 0,7 көбейтілген минус 5х қосылған 4v плюс 12 көбейтілген 0,2v минус 0,5х. Минус 0,7-ге көбейтем, мына жерде плюс болып кетеді. Ой, плюс таңбасы жазылмайды. 3,5х болады. Енді минус плюсқа көбейтсек минус 2,8v болады. Мұнда плюсқа көбейткен кезде плюс, 2-ге көбейтсек 24, өтір жатамыз, 2,4v болады. Так, минус 5-ге көбейткенде минус 60, өтір жатамыз, минус 6х болады. Енді 3,5х минус 6х үлкен таңбасы минус. 6-тан 3,5 тазайтсақ 2,5 болады х. Енді v-лар үлкен таңбасы минус 2,8-ден 2,4 тазайтамын, 0,4v болады. 741 есеп теңдіктің дұрыстығын тексеріңдер дейді. Бірінші өрнекте минус 8,5 көбейтілген 1,4х қосылған 8 минус 1,7 көбейтілген минус 10 минус 7х тең 102-ге дейді. Енді біз мына өрнекті алып, жақшалардың барлығын ашып, ұқсас мүшелерді біріктіріп көрейік, 102 шығады ма екен. Минус 8,5-ті 1,4-ге көбейтемін, баған түрінде көбейтіп шығайын. 0х ойда, 32 ойдағы мен 34, 5, 8, 0, 9, 11. Өтірден кейін жалпы 2 сан, 1 санның алдына өтір қоям, 11,9, таңбасы минус. Енді 8-бен көбейтеміз. Минус пен плюс, минус болады, таңбасын қойып алайық. 8-ге көбейткенде 40, 0 жазам 4 ойда, 64 ойдағы 4 пен 68 өтірден кейін 1 сан, сонда 68 шығады екен. Енді минус пен минустың көбейтіндісі плюс болады. 1,7-ні 10-ға көбейтсем, өтір 1 рет жылжиды, сонда 17 шығады. Минус пен минус тағы да плюс болады. 7-ге көбейтсек, 49, 4 ойда, 7 ойдағы мен 11 болады. Өтірден кейін 1 орын, сонда 11,9 шығады екен. Х. Енді ұқсас мүшелерді жинақтаймыз. Мына екеуі бірдей, таңбалар әртүрлі, онда олар жойылып кетеді, 0 болады. Енді сандардың үлкені минус 68 плюс 17, 68-ден 17-ні азайтамын. Сонда бізде шығады 51, минус 51. 102-ге тең емес. Сондықтан бұл дұрыс емес болады. Енді екіншісін тексеріп көрейік. Екінші өрнекте 9-дан 8 көбейтілген жақша ашы минус 2,7v қосылған 2,5 минус 3-тен 2 көбейтілген жақша ашында минус 3-тен 1 азайтылған 1,2v. Минус 2-ге тең болатындығын тексереміз. 9-дан 8-ді
минус 2,7-ге көбейтсек таңбасы минус болады. 2,7 9-ға бөлінеді. 0,3 8-ге көбейтсек 2,4 болады. В-ның өзін жазамыз. Енді плюс пен плюс шығады. 2,5-ті алдымен 8-ге көбейтіп алайық. Бұл жерде қысқармайды ғой. 0 4 ойда 16 ойдағы 4 пен 20. Сонда 9-дан 20 шығады. Сөйтіп жазсақ 9-дан 20 2,2 қалдық. 2,9-дан 2 болады сонда. Минус, енді 3-тен 2-ні минус 3-тен 1-ге көбейтсек, минус пен минус плюс болады. 3 көбейтілген 3 9, алымы 2 болады. Енді минус пен минус тағы да плюс болады. 1,2-ні 3-тен 2-ге көбейтсек, мұнда қысқарады. 0,4 қалады. 0,4 2-ге көбейтсек, 0,8. В-ні жазамыз. Енді В-ларды қарасақ, таңбалары әртүрлі. Үлкенінің таңбасы минус 2,4-тен 0,8-ді азайтамыз, сонда 6, 1,6 шығады екен. Минус 1,6 В. 2,9-дан 2-ге 9-дан 2-ні қоссақ 2,9-дан 4 болады. Мұнау енді мүлде 2 минус 2-ге тең емес. Сонда бұл да дұрыс емес екен. 2 теңдікте дұрыс емес. Есептеулердің барлығын черновикке орындаймыз, жұмыстайық. 742-ші есепте берілген өрнекті ықшамдағаннан кейін бүтін сан шығатындығын тексеріңдер дейді. Өрнек жазып алайық. 18,12-ден 7 көбейтілген минус 2,5-тен 2 қосылған 3В азайтылған 31,15-тен 8 көбейтілген минус 7,2-ден 1 қосылған 3В плюс 3 көбейтілген 12,195В қосылған 2,7. Жақшаларда ашамыз. Мұнда 18,12-ден 7-ні минус 2,5-тен 2-ге көбейткенде таңбасы минус болады. Бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 18-ді 12-ге көбейтсек 16 1 ойда, 2 ойдағы мен 3, 8 1 6 1 2 ойдағы мен 216. Оған 7-ні қосамын алымын. Сонда 3, 2, 223 болады. 12-ден 223-ті көбейтеміз. 5-тен 10 қосылған 2, 12-да. 12-лер қысқарады. Сонда 5-тен 223 шығады. Бөлеміз 5-ке. 22-нің ішінде 4 рет, 2 қалдық. 23-тің ішінде тағы 4 рет, 3 қалдық. 44,5-тен 3 шығады екен жазам. 44,5-тен 3 немесе 10-нан 6 деп жазуға болады, е? 10-нан 6 деп жазайын. Енді 3-ке көбейтеміз. Дәл осы 12-ден 223-ті екеуі де плюс, таңбасы плюс болады. Көбейтеміз 3-ке. 3 пен 12 қысқарады. Мұнда 4 қалады. 223-ті 4-ке бөлемін енді. 223-ті бөлемін 4-ке. Ондық бөлшек түрінде жазайық 5. Азайтамын 20. 2 қалдық. 23-тің ішінде тағы 5 рет. 20-ны азайтамын 3 қалдық. 30-дың ішінде өтір. 30-дың ішінде 7 рет. 28-ді азайтамын 2 қалдық. 20-ның ішінде 5. 55,175 шығады екен. Енді минус пен минус плюс болады. Мұнда 15-ті 31-ге көбейтеміз. Тақналарды өшіп ұстайық. 31-ді 15-ке көбейтемін. 5, 15, 1, 3, 5, 6, 4, 465. Оған алымын қосамын 8-ді. Сонда 3, 7, 473 шығады. 15-тен 473-ті көбейтеміз. 2-ден 14 қосу 1, 15 болады. 15-тер қысқарады. 473 бөлінген 2 қалады. 2-ке бөлсек 4-тің ішінде 2 рет, 7-нің ішінде 3 рет 1 қалдық, 13-тің ішінде 6 рет 1 қалдық, онда 10-нан 5. Жазам сонда 236,10-нан 5 шығады екен. Енді 3 пен көбейтемін. Осы 15-тен 473-ті көбейтемін 3 пен. Минус пен плюс, минус болады мұнда. 3 пен 15 қысқарады, мұнда 5 қалады да. 473-ті енді 5-ке бөлеміз. 47-нің ішінде 9 рет, 45-ті азайтамын 2 қалдық, 23-тің ішінде 4 рет, 20-ны азайтамын 3 қалдық, 30-ның ішінде 6 рет та, сонда 94,10-нан 6 шығады. Енді мына жақты 3 пен көбейтіп ашамыз. Плюс 12,195-ті 3-ке көбейтсең 15, 1 ойда 27, 28, 2 ойда 6, 8, да 3, 38,185 шығады екен.
v. Ой, мына жерде v-сын тастап кетіппін, 3-ке көбейткенде. Енді v плюс 3-ті 2,7-ге көбейтеміз. 21, 2 ойда 6 ойдағымен 8 өтір, 8,1 шығады. Оның барлығын өшіп тастаймыз. Черновикке есептейміз. Сонда ұқсас мүшелерді біріктіреміз енді. Ой, мына жерде мен сан мен санды көбейттім. 55,175 v-сын тастап кетіппін. Тағы мына жерде сан, мына жерде v-сы бар өрнек. Мұнда v, мұнда сан дұрыс. Енді сандарды біріктіріп алайық. Минус 44,6 плюс 236,5, мұнда 8,1. Екі оң санды бір-біріне қосып алайын. 236,5-ке 8,1-ді қосамыз. 6 өтір, 4 бір ойда, 4, 2. 244,6. Оннан 44,6-ны азайтамыз. 0, 0, 0, 2. Сонда 200 бүтін шығады екен. Таңбасы плюс болады. 200 бүтін. Енді оларды жинақтаймыз. Нежде 2 оң сан, соларды бір-біріне қосып алам. 55,175-ке 38,185-ті қосамыз. 0, мұнда 5 ойдағымен 6, бір ойда 13 ойдағымен 14, межде өтір, бір ойда 8 ойдағымен 9, 94,6 бүтін шығады. Енді одан 94,6-ны азайтамыз. Сонда шығады 0. Яғни v жойылып кетеді. 200 деген бүтін сан шығады екен. 200 бүтін сан. Сонда бүтін сан шығатындығы дұрыс екен. Есептеудің барлығын өшіп тастаймыз. 743-ші есеп ұқсас мүшелерді біріктіруге берілген. Алдымен жақшаны ашу керек. Бірінші өрнек 2,4 көбейтілген 8a минус 9v минус 4,1 көбейтілген 5v плюс 6c минус 1,9 көбейтілген минус 4a плюс 7c. Жақшаларды ашамыз. 2,4-ті 8-ге көбейтемін. 32 3 ойда, 16 ойдағышпен 19 өтірден кейін бір орын, 19,2 шығады. Асын жазамыз. Енді 9-ға көбейтемін. 36 3 ойда, 18-ге 3-ті қоссақ, 21 өтірден кейін бір орын. Сонда минус таңбасы болады. 21,6 v. Енді минус 4,1-ге көбейтеміз. 5-ті, 20,5 шығады, таңбасы минус. 20,5 v болады. Минус пен плюс тағы да минус болады. 6-ға көбейтемін. 6, 24, 24,6 c болады. Енді минус пен минус мұнда плюс болады. 1,9-ді 4-ке көбейтеміз. 36, 3 ойда, 4 ойдағышпен 7. 7,6 a болады. Енді минус пен плюс минус болады. 7-ге көбейткенде 1,9-ді 63, 6 ойда, ойдағымен 13. 13,3 шығады екен. С. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Аларды. Мұны а, мұны а-я, екеуі де оң сан, бір-біріне қосамын. 19,2-ге қосамын 7,6-ны. 8 өтір, 6 бір ойда 26,8 шығады екен. А, енді v-ларды жинақтаймыз. 2v, екеуі де теріс сандар қосылады, таңбасы теріс болады. 21,6-ға 20,5-ті қосамыз. 11, бір ойда өтір, бір ойдағымен 2, 42,1 шығады екен. В. Енді c-ларды қарайық. C-лардың таңбасы бірде, екеуі де теріс қосамыз, таңбасы теріс болады. 24,6-ға 13,3-ті қосамын. 9, өтір, 7, 3, 37,9 c болады. Енді мұна есептеулердің барлығын черновикке орындаймыз. Өшіп тастайық. Енді келесі екінші өрнек. Минус 16-дан 15 көбейту 4c азайтылған 3-тен 2-ді. Азайтылған 8-ден 5 көбейтілген 16-ді қосылған 5-тен 1 k плюс 4-тен 3 көбейтілген минус 12c плюс 3-тен 1 k. Бірінші жақша минус 16-тан 15-ке 4 көбейтемін. 4 пен 16 қысқарады, мұнда 4 қалады. Сонда 4-тен 15 шығады. 4-тен 15
бұл 3,4-тен 3 деген сөз, осылай қала берсін. Таңбасы минус болады. Минус 3,4-тен 3 С. Келесі минус пен минус плюс болады. 16-тан 15-ті 3-тен 2-ге көбейтемін. 3 пен 15 қысқарады 5, 2 мен 16 қысқарады 8, 8-ден 5 шығады. Плюс 8-ден 5 Д. Минус 8-ден 5 көбейтілген 16. 16 мен 8 қысқарады, мұнда 2 қалады. 2 5-ім 10. Сонда жазам минус, кішкене төменірек жазайын, қазір бөлшек сандар кездессе. Минус 10 Д болады. Енді минус пен плюс минус болады. 5-тер қысқарады, 8-ден 1 шығады. 8-ден 1 К. Енді 4-тен 3-ке көбейтем, плюс пен минус минус болады. 4-тен 3 көбейтілген 12. 4 пен 12 қысқарады, мұнда 3, 3-3 9. Сонда 9 С болады. Келесі плюс пен плюс плюс болады. 3-тер қысқарады, 4-тен 1 қалады. К. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Есептеуді жұмыстайын. Ұқсас мүшелер бірінші бізде С. Міне С, міне С. Екеуі де теріс сандар қосылады, таңбасы теріс болады. 9-ға 3 бүтінді қоса саламыз. 12,4-тен 3 С болады. Енді Д 8-ден 5-ті минус 10-ді. Таңбалар әртүрлі, үлкенінің таңбасы минус 10-нан 8-ден 5-ті азайтамын. 10 азайтылған 8-ден 5 болады. 10-ды 9,8-ден 8 деп жазып аламыз да, 8-ден 5-ті азайтамыз. 9,8-ден 3 шығады. Д. Енді К. Мына жерде, келесі К минус 8-ден 1, К 4-тен 1 К. Енді бұл жерде 4-тен 1 үлкен таңбасы плюс жазамыз. 4-тен 1-ден 8-ден 1-ді азайтамын. Ортақ бөлім 8, маған 2-ден берем. Сонда 8-ден 2 азайтылған 8-ден 1 болады, 8-ден 1 К. Осылай қалдыруға болады, немесе ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Осылай қала берсін. 744-ші есеп, жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді біріктіру қажет. Бірінші өрнек минус 3,8-ден 1 көбейтілген 5-тен 4 Х қосылған 25-тен 3 Y азайтылған 8 Z қосылған 7,2-ден 1 көбейтілген 3-тен 2 Х қосылған 15-тен 9 Y азайтылған 10 Z. Минус пен плюс минус болады таңбасы. 8-ден 24 қосу 1, 25 деген сөзде, оны 5-тен 4-ке көбейтемін. Қысқарады, мұнда 5 қалады. Қысқарады 4-ке, мұнда 2 қалады. 2-ден 5 шығады. 2-ден 5 деген 2,2-ден 1, 2,2-ден 1 Х. Енді минус пен плюс минус болады. Мынау 8-ден 25 дегеніміз, оны 25-тен 3-пен көбейту керек. 25-тер қысқарады, сонда 8-ден 3 шығады. Y. Енді Z. Мұнда 8-ден 25 болды ғой, оны 8-бен көбейткенде 8-дер қысқарады, 25 қалады. Таңбасы минус пен минустікі плюс 25 Z. Енді келесі плюс пен плюс, мұнда плюс болады. Есептеулерді өшіп тұстайық. Енді арғарай 7,2-ден 1 деген 2-ден 14 қосылған 1, 15 көбейтемін 3-тен 2 мен. 2-лер қысқарады, мынау қысқарады, мұнда 5 қалады. Сонда 5Х шығады. Арғарай плюс пен плюс тағы да плюс. Мынау 2-ден 15 көбейтілген 15-тен 9. 15-тер қысқарады, 2-ден 9. 2-ден 9 дегеніміз 4,2-ден 1. Y. Енді плюс пен минус минус болады. 2-ден 15 көбейтілген 10. Қысқарады, мұнда 5 қалады. 5 15-ім 75 Z. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Х-тер минус 2,2-ден 1 Х. Мұнда 5Х. Сонда 5-тен 2,2-ден 1-ді азайтамын. 5 азайтылған 2,2-ден 1, ол дейтін 4,2-ден 2 азайтылған 2,2-ден 1 деген сөз. Бүтіндерін азайтам 2 бүтін шығады, бөлшек бөлігі 2-ден 2 азайтылған 1, 2-ден 1. 2,2-ден 1 ондық бөлшек түрінде 2,10-нан 5 деп жазуға болады. Үлкен таңбасы плюс, сонда плюс шығады. Келесі
Енді y-тар минус 8-ден 3 y, 4,2-ден 1 y үлкен таңбас плюс-плюсті қоямыз да, 4,2-ден 1-ден азайтамын 8-ден 3-ті. Ортақ бөлім 8, мынаған 4-тен беремін. Сонда 4,8-ден 4 азайтылған 3 болады 1. 4,8-ден 1 шығады. Y. Енді z-тарда 4,8-ден 1 y дегенді 4,125 y деп те жазуға болады мұнда. Минус 75 z плюс 25 z үлкен таңбасы минус 75-тен 25-ті азайтамын 50 z шығады. Енді екінші өрнек. Екіде бізде берілгені 8,5 көбейтілген минус 1,8 a азайтылған 1,6 v қосылған 10 c минус 13,4 көбейтілген минус 50 v плюс 7 c плюс 9 a. Бірінші жақша 8,5 пен көбейтен плюс пен минус таңбасы минус болады. 8,5 көбейтілген 1,8 40 0 жазам 4 ойда 64 ойда мен 68 5 8 0 3 14 ойда мен 15 түрдің кен 2 орын 15,3 шығады екен. А. Енді минус пен плюс тағы минус болады. 8,5-ті 1,6-ға көбейтеміз. 33 ойда 48 ойда 3 пен 51 5 8 0 6 мұнда 13 13,6 v шығады. Келесі 10-ға көбейткенде өтір бір орын жылжиды, сонда плюс 85 c болады. Ары қарай мұнда минус пен минус плюс болады. 13,4-ті 50-ге көбейтем. 0-і бір орын жылжытады өтірді, сонда 134 болып кетеді. Оны 5 пен көбейтеміз. 0 2 ойда 15 ойдағы 2 мен 17 бір ойда 5 ойдағы мен 6. Сонда 670 v шығады. Минус пен плюс минус болады. 13,4-ті 7-ге көбейтеміз. 28 2 ойда 21 ойдағы 2 мен 23 2 ойда 7 ойдағы мен 9 93,8 так, c болады. Енді минус пен плюс тағы минус 13,4-ті 9 бен көбейтемін. 36 3 ойда 27-ге 3 30 3 ойда 9 ойда 3 пен 12 120,6 a шығады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Бұл жерде a минус, мұнда минус теріс сандар қосылады, таңбасы теріс болады. 120,6-ға 15,3-ті қосамын. 9 5 3 1 135,9 a шығады. Енді v минус v плюс үлкен таңбасы плюс плюсті қоямында 670,0-нен азайтамын 13,6-ны өтір 0 таратамыз. 10-нан 6-ны азайтсақ 4 9 қалды, 9-дан 3-ті азайтсақ 6, мұнда өтір қойып алайық. 6 қалды 5 болады. 656,4 шығады екен v. Енді c-ларды жинақтаймыз. 85 c минус 93,8 c үлкен таңбасы минус 93,8-ден 85,ді азайтамын. Мұнда 8 түсет, өтір, мұнда 8 түсет, 0, сонда 8,8 c болады екен. Есептеулер черновикке орындаймыз.